Онкологиялық аурулардың емін ең бір жолы ол оның алдын алу және оны алғашқы сатыларында тауып, оны диагнозын қойып емдеп бастау. Неғұрлым адамда онкологиялық ауруларға әкеліп соқтыратын дерттерді тауып біз емдейтін болсақ, онда онкологиялық ауруға ұшырамауға мүмкіндігі бар адамның. Немесе онкологиялық аурудың түрін біз бірінші, екінші сатысында адамда табатын болсақ, оның толығымен жазылып кету пайызы 95-100%-ға дейін болады. Ал егер үшінші, төртінші сатысы болса, онда оның толық жазылып кету мөлшері күрт азаяды. Және де емдеу уақыты да ұзаққа созылады. Біздің орталықта еліміздің халқымызға онкологиялық ауруларға диагностика қою, жан-жақты кешенді емдеуге барлық мүмкіндік бар. Шетелдегі бар технология, бар заманауи құрал жабдықтардың бәрі қазір біздің орталықта қосылған, жұмыс істеп жатыр. Ультрадыбыстық диагностиканы бастап, КТ, МРТ, эндоскопиялық, радиоизотоптық диагностикады, оны да іске қостық. ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ, ОФЭТ-КТ, сцинтография дейді, жаңағы радиоактивті препараттарменен диагностика жасауға. Емдеудің барлық түрлері, хирургиялық ем, дәрілік ем, оның ішінде жаңағы таргеттік терапия дейміз, иммундық терапия дейміз, соның бәрі іске қосылды. Зертханалық тексерулердің ол жаңағы гистология, цитология, иммуногистохимиялық зерттеулер дейді, соның бәрі іске қосылған. Сәулелік терапияда мысалы адаптивтік терапия дейді, одан кейін радиохирургиялық стереотокситтік терапия дейді. Ол дегеніміз жаңағы адамға ашып хирургиялық ем жасамай, сәулелік терапиямен күйдіріп бір сеанста жаңағы мидағы ісікті, бауырдағы ісікті, жаңағы сүйектегі ісікті бір-екі сеанста жаңағы күйдіріп жойып жіберуге болады. Және де бізде ең мақтанып айтатынымыз, мына жылдың аяғында іске қостық протондық терапия орталығын. Ол протондық терапия бұл дүние жүзі бойынша біз 25-ші ғана елміз. Мына орталық Азияда, Қазақстанда бұл бірінші орталық. Оның ең бір жақсы қасиеті ол жан-жақтағы тінге кері әсері өте аз. Сондықтан оны мынау балаларға жасауға болады протондық терапияны. Оны мынау маңызды ағзалардың қасында ісік орналасатын болса, мысалы көздің қарашағының қасында, немесе мидың ортасында орналасса, сонда протондық терапияменен ол адамдарды жаңағы емдеп шығаруға болады. Жаңағы ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ диагностикаға дәрілер синтез шығарып жасап жатырмыз. Оны ары қарай жалғастыра береміз. Өңір-өңірден келген дәрігерлерге жаңағы ғылыми орталық болғандықтан оларды жаңағы ары қарай білімдерін жетілуіменен ат салысып жатырмыз. Резидентура жасап жатырмыз. Айтып кететін болсақ, 25-ші жылы біз әжептәуір жұмыс істедік. Мысалы, бұрын біз 10-11 мың адам емдейтін болсақ, жылына 25-ші жылы біз 14 мың адам емдеп жазып шығардық. Одан кейін бізде үлкен онкогематология орталығы бар. Лейкоз кезінде сүйек кемігіне трансплантация жасайтын. Биыл біз 150 сүйек кемігінің трансплантациясы 2 есеге көбейттік. Өйткені бізде қазір жаңа ғимаратта оның мүмкіндіктер көбейді. Құрметті халық, сіздерді мынандай үндеу жасағым керек. Сіздер өздеріңіздің денсаулықтарыңызға мұқият қарауларыңыз керек. Денсаулықтарыңызға қамқор болуларыңыз керек өздеріңіздің. Жылына бір рет уақыт тауып, өздеріңіз жаңағы кешендік тексерістен өтіп, егер созылмалы бір ауруларыңыз болса, оны емдеп күтініп отырсаңыздар, сіздер онкологиялық ауруларға ұшырау мөлшерін күрт азайтасыздар.